Кешегі Айда мен Нұрдәулет арасындағы желідегі оқиға не болды? Кеше Instagram желісінде көпшіліктің назарын аударған оқиға болды. Айда сторис арқылы Нұрдәулетке қатысты біраз шындықты айтып салды. Оның бұл әрекеті желі қолданушылары арасында түрлі пікір тудырды. Алайда Нұрдәулет те үнсіз қалмай өз жауабын берді. Стористе Нұрдәулет былай деді: "Үнсіздік сорлыққа жетелейтін заман болды ғой. Өзіме осылай сөйледім. Жындысың десеңдер дей беріңдер, бірақ бұл маған пайдасын тигізді." Ол бұл сөздерді ішкі жан дүниесімен бөлісіп, ашық айтты. Сонымен қатар, Айданың оның отбасына қатысты айтқандарының 90% өтірік екенін қадап айтты. Нұрдәулет өзінің тыныш өмір сүргісі келетінін жеткізді. "Мен ұрыс-керіс, жанжал іздейтін адам емеспін. Егер төбелесетін болсам, рингте төбелесем. Ал отбасылық ұрыс-жанжалды көтере алмаймын" деді ол. Шешім шығардым. Үнсіздікпен сорлы болып қала беретін болдым. Ал үндейтін болсам, страшно қырғын болады, достар. Страшно қырғын болады. Ал ондай қырғын маған керек емес. Мен айтып тұрмын ғой, тағы да сорлы болып қалдым, тағы да сорлы. Өйткені постоянно тыныштықты қалаймын, конфликт қаламаймын, ұрыстан қашамын. Мен только рингта төбелесем болды, балалармен. Айда болса, бұл жағдайға сабырмен қарап отырғанын көрсетті. Ол сторисінде: "Мен жай ғана үнсізбін, бәрін бақылап отырмын. Кім не істей алатынын көреміз. Кейін нақты, орынды жауап бере аламын." Факт деді. Осылайша, екі тараптың да өз шындығы бар. Бұл жағдай әлеуметтік желідегі қарым-қатынастың қаншалықты ашық әрі шиеленісті болатынын көрсетті. Көпшілік кімнің сөзі рас, кімніңкі асыра сілтеу екенін өздері саралап жатыр. Көпшілік бұл жағдайға екі түрлі көзқараспен қарап отыр. Бірі Айданы қолдап, оның шындықты батыл түрде айтқанын жақтайды. Екіншісі, Нұрдәулетті түсініп, ер адамның ашық түрде сезімін білдіруі әлсіздік емес, керісінше ішкі батырлықтың белгісі деп есептейді. Айданың "мен жай ғана бақылап отырмын" деуі, ол асығыс шешім қабылдамай, сабырмен жауап қайтаруды жөн көріп отырғанын білдіреді. Бұл өзіне сенімділіктің бір көрінісі деуге болады. Ол өз ойымен дәлелмен сөйлей алатынын аңғартты. Кейін нақты, орынды жауап бере аламын. Факт. Нұрдәулет болса, желі арқылы көпшілік алдында өзін қорғауға мәжбүр болды. Оның айтуынша, мұндай отбасылық тақырыптарды ел алдында көтеру дұрыс емес. "Мен отбасымды араластырмауды сұрадым. Бірақ бұл шекара бұзылды" деген ойды меңзеді. Бұл жағдайдан кейін желіде әртүрлі пікірлер өрбіді. Кейбір оқырмандар екі тарапқа да мұндай нәрсені жеке шешу керек еді, ел алдында ашып тастаудың қажеті жоқ десе, басқалары мұны ашықтық пен шындық үшін қажет деп есептейді. Қалай болғанда да, бұл оқиға адамдар арасындағы коммуникацияның, әсіресе әлеуметтік желілер арқылы, қаншалықты терең әрі әсерлі болатынын тағы бір мәрте дәлелдеді. Тыныштықты қалайтын Нұрдәулет пен сабырлы жауап беруге дайын Айданың тартысы аяқталды ма, әлде бұл тек бастамасы ма, оны уақыт көрсетеді. Андай ұрыс, айғай, семейный ссор, ана-мынау дегенді көтере алмаймын. Ондайға шыдай да алмаймын. Так что мен біреудің артынан жүгіріп жүретін, біреуді аңдып жүретін, біреудің семьясын жамандайтын, менің вообще уақытым жоқ.